тыңдап көр әнімді, мұңды емес көңілді Жұбанов кітада. Қарсы алар көрермен, әрдайым көңілді, үзбейіш үмітті. Бермедік мұңға, жеңілмедік сынба, жеңілмедік сынба ойына. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырға, қосыл бірге шырқа бізбенен. Ей, лапылда, жаздай жалғанда барында, лапылда, қане тартында, ей, лапылда, бире әнімен қайрына, жұбанып, ширек финалда. Лапылдап, бірде 4 финалға да келіп қалдық. Кеш жарық Нұрсұлтан! Жігіттер, бірден тақырыптан бастайық. Елімізде мына жастар жылы. Сахнада кілең жастармыз. Мына жастарға болашаққа кәдімгідей қолдап жатыр. Осы сахнада тұрған балдардың бәрі жастар. Осы кіта маусымдағы ең жас команда бізбіз. Мына құрметті қазылар алқасы, сіздерге айтқымыз келіп тұрғаны, мына біз тақырыпты түсіндік. Сахнаның артында тұрған шал командалар ғой, түсінбей жүрген соны жайлап. Не үлкен командалармен ойнап, құлақ естімей шығармыз, қартайды ғой. Тек жастар жылы деп жартылай финалға өте алмаймыз. Бізге бүгінгі ойында өзгеру керек. Қалай? Шығамыз да бірден қазылар алқасына жалбақтап кетеміз. Жалбақтап кетеміз. Сол кезде келесі кезеңге өтеміз. Сендерге келесі кезеңге өту керек па? Онда сендерге мен ғой керегі. Сары қыз, бізге көңіл аударыңыз. Сары қыз деген өлеңмен қара қыздың шығып қалай кетті? Мына қыз дальтоник сияқты ба? Не істеу керек? Қазылар алқасына жалбақтау керек. Ой, ол жағын қатырам ғой мен. Құрметті Қанат аға. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, рожамыз бен кожамыз ұқсас. Қанат аға, мен сізді көргенде, Бред Питті көргендей болам. Сіздің есіміңіз Қанат, сізге ұқсасын деп, үйдегілер менің есімімді қауырсын деп қойған. Қанат аға. Бүкіл халықтың көзінше шығып ал, Қанат ағайға не айтып тұрсың? Біздің Ақтөбеде өйт жалпақтайтын адамдар жоқ. Әкел гүліңді, тұр орныңа. Құрметті Болат мырза. Ендеше Нұрсұлтан, Ақтөбелік атмаростерді қарсы ал. Неге атмарос деп атсың бізді? Бүгінгі ойында қарсыластарды көрдіңдер ме? Иә. Енді солардың арасында өзімізді фаворит санап жүрген жоқпыз ба? Жұбанов құрамасы. Сонымен, Рекетир фильміндегі Саянның құлақ естімейтін болса. Саян. Сонымен, дальтоник бала бағдаршамда. Ал бір өзің сақтай көр. Әлемдегі ең кішкентай мемлекет Ватикан мемлекетіндегі футбол ойыны. Так, жігіттер енді бір екі адам болса, сборный ойын деп тұр. Сонымен, базарда іш киім сататын апа тойда. Алдына енді Саня, бүгінгі отқан тойын құтты болсын. Әйтеуір осы үйге той деп шапқылап келе берейік. Анау енді менің сыйлығым, азда болса көпте көр енді. Ей, құрсын ашпай қойсын, не бар екен біз қашпа құрсын. Сонымен, кішкентай балдардың төбелесін айрам деп құттай таяқ жеп қалған бір үйдің отағасы. Енді 40-қа келгенде қағаным сол. Балаң мен жасты балдардан таяқ жеп жүр сол енді. Айырып атып қой, барымызша қолымыздың. Айырып атын дейсің, құдай сен құрдастарыңмен қырып атқанда мен қойыр алатын. Сосын сен білесің ба? Класста ең соңғы атаман болғаныңда, үші қыздарды қосқанда. Үші сен спортқа қатысқан жоқ, биге қатыссың. Қайда көрсетші аузыңды? Қатты қанап жатыр да. Балам Дәурен, бар мақталып қайтшы. Мама не қанап жатыр? Әкеңнің аузы! Бұл қалай, қолым жетпей тұрғандай, сені жаным періште қып мені пенде қылғандай. Бұл қалай, айтқанымды тыңдамай, періште қыз әуре қылғандай. Құрметті достар, ойынымыздың соңында жас команда болсақ та, осы жерде өзіміздің ойымызды айтқанды жөн көрдік. Айдар,
Өз ойымызды айтпай ақ қояқшы. Неге? Не? Қазір өз ойын айтып жатқандар ешкімге жағып жатқан жоқ қой. Бірақ та сіздермен бірге болған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Жұбанов құрамасы Ақтөбе облысы. Рахмет, Нұрсұлтан.